Каспий құбыр консорциумы Қазақстандағы ең ірі мұнай тасымалдайтын компания ғой. Сонымен қатар КТК осы Атырау өңірінде әлеуметтік жобаларды жүзеге асырумен айналысады. Бұл да бір маңызды қызметі. Бірақ солардың ішінде ең бір ірі, ең бір маңыздысы және де тек қана Атырау облысы емес, 4 батыс өңіріндегі 4 облысты да қамтыған бұл бірегей ерекше жоба Жас толқын. Кроме основной деятельности, Каспийский трубопроводный консорциум занимается огромной благотворительной программой в регионах присутствия, в частности в Казахстане. Ежегодно более $3,5 миллионов мы выделяем на социальные проекты, строительство объектов медицины, школы, детских садов, спортивных площадок. И одним из элементов вот этой благотворительной программы является конкурс КТК талантливым детям. Казахстанская часть называется «Жас толқын». Участниками являются буквально, регионы, в основном это нефтеносные регионы. Это Мангустауская область, Актюбинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Актюбинская область и Мангустау. Безусловно, участниками являются не только, будем говорить, областные центры, жители или дети областных центров, но и удаленных аулов. 2019 год был очень знаковым годом для конкурса «Жас толқын». Я помню его начало, когда ездила по 4 нашим областям: Мангостауской области, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, то будет встречу в первую очередь педагогами дополнительного образования, то будет такой конкурс замечательный, абсолютно бесплатный, благотворительный. И ко мне смотрели с недоверием. Ну как это, таких же конкурсов нет? И когда уже в 2019 году этот конкурс был впервые у нас очный в Атырау, когда мы отобрали детей с первого этапа, и уже победители второго этапа, которых мы уже должны были повезти в Москву, те уже начинали понимать. Жас толқын балалар конкурсы көп жылдан бері өтіп жатыр екен. Мен биыл осы конкурстың әділқазы мүшесі болып алғашқы рет келіп отырмын. Конкурс өте жақсы деңгейде, әсіресе осы батыс өңірінен қатысқан Ақтөбе, Ақтау, Орал қаласы, Атырау қаласы аймақтарынан қатысқан балалардың бәрі өнерлері өте биік, талқымдары өте биік, дайындық деңгейлері өте жақсы. Өте қуантқан бір жайт ол біздің баянистер, сырнайшылар дейміз ғой қазақша айтқанда. Солардың деңгейлері өте жоғары, керемет, кәдімгідей кәсіби деңгейге жетіп отырған жақсы жас музыканттар өсіп келе жатыр екен. Мені бір қуантқаны, осы өңірде өзім жетігенші маманы болғаннан кейін, осы жетігеншілердің, ансамбльдердің дамып, кәдімді өсіп келе жатқаны мені өте қуантты. Риза болдым соған. Бірнеше 10 шақты жетігеншілерден артық балалар қатысып отыр.
Сондықтан тек қана сол жетігеншілер емес, солармен бірге қатар домбырашылар бар, арасында қылғаушылар, қобызшылар қатысып отыр. Ол біздің келешек мәдениетіміздің болашағы бұл балалар. Да? Саусақтан как попало, чтобы тормозить. Поставили, все. Мы привезли на конкурс «Жаз Толкын» казахский стилизованный танец Ер-Туран. Вообще мы тренируемся и занимаемся в современном направлении. Но девочки очень любят этот танец, и поэтому мы решили привезти его на конкурс. Мы очень часто ездим на конкурсы, часто выезжаем по всему Казахстану, практически мы были везде, мы также были за рубежом. Но мы приехали побеждать. А так, девочки, конечно, они... Я всегда говорю детям, главное, вы должны достойно выступить и достойно показать свою республику, свою страну, свой город. Осы арнайы шақыртумен Атырау қаласында өтіп жатқан жас толқын талантты жастардың керемет байқауына келіп отырмын. Әділқазы мүшесі болуға өте керемет талантты жастар келіп жатыр. Балаларымыздың әр номинация бойынша қарап отырмыз. Дайындығы өте жоғары, ұстаздары да бірге жүр. Өте керемет өнерпаздарды байқап, бағалап көрдік. Дыханиеңді алып ал. Дыхание деген дем ғой, деміңді деп алып ал, әдемілеп мынаны қағып ал. Мына жерге келген кезде өзіңе күш жинап отырып ал, бүйтіп кішкене мен сахнада отырмын дегендей бүйтіп құр отырма, осының бәрін миыңмен ойлап дайындалып отырасың. Енді әр номинацияда әрине осал да, мықты да балалар бар. Ол енді байқау болғаннан кейін ол міндетті түрде қатар жүретіні анық. Дегенмен де бұл байқаудың ішінде балалардың дайындығы, көбісінің дайындығы өте жоғары болды. Жақсы, талантты жастарымыз өсіп келеді, әрине қуантады бізді. Пошла горячая вода. Да, сразу, да, вот, да. Ага, чувствуй. Кислый соус. Ну, она должна, если кислый, сладкий. Да, как она должна показать? Пробуйте. Ну, да, конечно. Каждый раз, да. Білмесеңіздер сұраңыздар, мастер-класс алыңыздар. Барамыз, көрсетеміз, ондай нәрселерден қашпаймыз біздер. Всем здравствуйте, меня зовут Асия Жумханбет-Кызы, я преподаватель по фортепиано и по вокалу. В этом году впервые мы подавали в апреле, и я была очень приятно удивлена, что мы прошли. Потому что я слышала, что это очень такой масштабный, серьезный конкурс, где съезжаются чисто западный регион Казахстана. Вот, и подготовили пьесу Марта Майер, это по фортепиано, и по вокалу очень серьезную песню «Уисиет». Басында біз ойладық, Атырау облысында ғана қамтимыз деп. Өйткені КТК-ның қайырымдылық саясаты бойынша біз тек қана Атырау өңірін ғана қамтуымыз керек. Бірақ кейіннен біздің басшылық бұл маңыздылықты түсініп, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, содан кейін Маңғыстау облыстарының да балаларын қосу керек деді. Өйткені біріншіден
жобаның ауқымы кеңейеді, а екіншіден балалардың арасында бәсекелестік пайда болады. Осы 5 жылдың ішінде байқағанымыз тек қана Атырау өңірінде емес, жалпы Батыс өңірінің бір балаларының сондай бір талантты екеніне көзіміз жетіп отыр. Жыл сайын таң қаламыз. Әртүрлі балалар келеді. Мысалы, бірінші жылы, алғашқы жылы олар келіп қатысып, жүлделі орындарды ала алмай қалып жатса, олар келесі жылға дайындаламыз деп кәдімгідей өздері жігерленіп оралады ауылдарына, жыл бойы дайындалады. Содан кейін 1 жылдан кейін қайтадан келіп қатысады. Сонда бізде кәдімгідей сонда кейстер болған. Санаты ол қыз бірінші жылы қатысып, екінші орын алады. Содан 1 жыл бойы дайындалып, келесі жылы келген кезде жүлделі орынға ие болып, одан кейін Мәскеуде өтетін үлкен фестивальға қатысқан. Всем здравствуйте, меня зовут Санат Асуат, мне 19 лет, и я являюсь волонтером проекта «Жас толқын». В 2019 году я сама участвовала и заняла 2 место. Потом решила на следующий год тоже подать заявку и заняла гран-при. Получила путевку в Москву, мы съездили вместе с организаторами, вместе с членами жюри и остальными участниками. Я каждый год прихожу сюда и помогаю. Надо будет вот эти вот софиты включить и колонки погромче сделать. И вот стойку, некоторым участникам нужна будет стойка, надо будет ее поставить. Хорошо? И надо будет еще стульчики выносить, переносить для инструменталистов. Вся эта атмосфера, организаторы, вообще все мне очень нравится, и я с удовольствием прихожу и помогаю каждый год. Welcome to Astana. Барлығымыз үлкен әсер алдық. Кеше де байқауда мен әділқазы алқасы ретінде отырған кезде таң қалдым, не деген дарынды балалар. Бірінен бірі асып тұр. Бұларға мен орынды қалай беремін? Өте қуанып тұрмын осында келгеніме, балалармен танысқаныма. Менің аты жөнім Санбаев Айбар, жасым 18-де. Осы енді дәстүрлермен айналысып келе жатқаныма 10 жылдай уақыт болды. Қазағымыздың өнерін барша әлемге паш еткім келеді. Осы конкурсқа қатысуыма себепші болған бірден-бір менің ұстазым. Осы Жас толқын байқауы бізге шетелге, көршілес мемлекетке, Ресей мемлекетіне, Мәскеуге баруға мүмкіндік сыйлады. Керемет эмоция. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазақтың әні сөнбесін, рухы өшпесін дейміз. Не стоит на свете жить и туго, азырақ ойнап күлмей ғана душка. Ұрғыяй, сұлғыяй, хатирай, сағирай, гүлзирай, нәзирай, нағимай, бәтимай. Әшекей қыз сайжанай, мәлекей қыз паржанай, шашбаулы қыз сәлей. И самое главное, мы стараемся привезти в Москву,
чтобы наши дети выступали не в современных костюмах, мы их специально одеваем национально, чтобы қазақша киімдері болсын. Обязательно у девочки алқа, шашқа, шашбауым, сырға болсын. С каждым разом все лучше и лучше и лучше. На этот раз мы уже привезли 30 детей. Естественно, их сопровождает, если по танцам, педагог по танцам, по вокалу, педагог по вокалу, инструменты, педагог по инструментам. Так что у нас постоянно идут репетиции, мастер-класс. Дети постоянно занимаются. Балалар, дайынсыңдар ма? Бәрі күшті өтсін. Сәттілік сендерге, сәттілік тілеймін. Сәттілік. Күшті бәрі өтсін. Не только представители нашей страны участвуют в конкурсе, но и дети из соседнего государства Казахстана. Ондай жоба жоқтың қасы. Бар әрине, конкурстар бар, түрлі байқаулар республикалық деңгейлерде, олардың бәрі өтеді. Бірақ дәп осы біздің деңгейде әртүрлі номинация болып өтеді, ондай жоба жоқтың қасы. Сондықтан жалпы КТК-ның өзінің қайырымдылық саласындағы саясаты. Баламен бірге олардың жетекшілері де кәдімгідей білім алады, тәрбие алады, олардың да көзі ашылады. Ұзақ мерзімге Қазақстанның болашағына, дамуына құйылатын маңызды инвестиция. Я очень благодарна этому проекту за то, что он открывает огромные возможности не только для меня, но и для тысячи детей в Казахстане. Огромное спасибо нашим педагогам за их любовь к такому успеху, который сейчас у наших детей имеется.